Әлемді жайлаған қатерлі індет коронавирус инфекциясы біздің елімізге де қиын тиіп тұрған жайы бар. Бүгінгі күнге дейін 174 мыңнан астам адам қауіпті кеселдің құрсауына ілініп, соның салдарынан кейбір азаматтардың өмірден озып жатқаны мәлім. Сондықтан қатерлі індеттен сақтану жолдарын зерттеу кезек күттірмейтін негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Пандемиядан қорғану үшін барлық адамдар көп баратын, жұртшылық көп жиналатын орындарға ақылды есік орнатылып, ел игілігіне жұмсалса деген себеппен осы тақырыпты таңдап алдық. Жамбыл облысындағы Тараз қаласында 26-ға жуық зауыт бар. Соның бірі минералды тыңайтқыштар шығаратын зауытқа келдік. Күнделікті бұл зауытқа 1500-ден көп адам келіп тұрады. Егер соның бірі коронавируске шалдыққан жағдайда, басқа жұмысшыларды індеттен құтқару шаралары қазіргі кезде басты мәселе болып тұр. Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Әлемді шарлаған пандемия уақытында күнделікті өмірде далаға шықпау мүмкін емес. Ал одан қалай қорғанамыз? Бетіміздегі маска бұл аурудан қорғануға 100% кепілдік бермейді. Елімізде карантин уақытында қаншама халық жұмыссыз қалып, ауруға шалдығып жатты. Зерттеудің мақсаты пандемиядан қорғану үшін зерттеулер жүргізу жөнінде мағлұматтар жинастыру, адамдардың денсаулығын сақтап қалу үшін ең қолайлы қондырғыларды ойлап табу. Біздің ақылды есігіміздің жобасы бесконтактный датчиктерін Arduino микроконтроллермен және де дисплейден светодиод шамдарынан тұрады. Адамдар осы датчикке қолдан жақындату арқылы дене қызуы бірқалыпты өздерінің температураларын өлшей алады. Егер де адамның температурасы бір қалыпты болса, оған жасыл шам жанып, оған есік ашылады. Arduino туралы айтып кететін болсақ, қазіргі таңда робототехникаға қызығатын жастардың саны артып келеді. Соған байланысты олар көбісінің мүмкіндігі жоқ болғандықтан өздеріне түсінуге ыңғайлы және де қарапайым тілдегі Arduino Uno'ны алған болатынбыз. Uno ол қазіргі таңда ең танымал Arduino'ның бірі болып табылады және де оны жазған кезде біз қазіргі мектепте оқып жүрген C++ программирование тілін қолданған болатынбыз. Ондағы басында өткен if және else деген кодтар арқылы, if арқылы, яғни температура қалыпты жағдайда болғанда ашылатындай, және else, яғни қарама қарсы жағдайда, яғни температураның қалыптыдан жоғары болғанда ашылмауын жазған болатынбыз. дене қызуы бірқалыпты дене қызуы бірқалыпты дене қызуы бірқалыпты ыстығыңыз көтеріліп тұр. Бұл жұқпа ауру туралы вирусолог ғалымдардың айтуы әрқайсының әртүрлі болып табылады. Ал қайсының дұрыс айтуын әлі белгісіз. Осыған байланысты дүние жүзінде тарала бастағанда төтенше жағдайға карантинге барлығы жабылған болатын. Ал бұқаралық ақпарат құралдары бойынша үрейлендіретін де жаңалықтарды жаза бастады. Енді осының қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін төреші уақыт көрсетеді. Біздің Жамбыл облысымызда 4 мыңнан астам адам коронавирус дертіне шалдыққан болатын. Ал 60-тан астам адамы осы коронавирустың дертінің әсерінен қайтыс болған болатын. Осы статистиканы әрі қарай көтерілуінің алдын алу үшін біз мынандай ұсыныстарды ұсынамыз. Ақылды есіктер біздің қалаларымыздағы адамдар көп жиналатын жерлерге орнатылса, және де тағы да басқа қоғамдық орындарда, мысалы мектептерде орнатылса, және де осы ақылды есіктерді шығаратын зауыттар ашылса деген ұсыныстарды ұсынамыз.